Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге ерекше салаттың рецептісін бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге керекті заттар: осындай салатный лист керек. Осылай турап аламыз. Және осындай бір дана қияр керек. Осылай әдемі көрінішін осылай ирек етіп кесіп алсаңыздар, өте әдемі көрінеді. Және бір дана қызанақ керек. Осының көлемін төрт-піштетіп турап алсаңыздар, әдемі көрінеді. Және қайнатылған 2 жұмыртқа. Оны төрт-піштетіп турап аламыз. Салаттың ерекше дәмін келтіреді. Осылай бәрін саламыз. Және үстінен 100 грамм кукуруз саламыз. Жасалу жолы өте оңай, жасап көріңіздер. Және 2 ас қасықтан майонез саламыз. Жақсылап бәрін араластырып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Дәмі өте ерекше керемет. Жасалу жолы өте оңай. Жасап көріңіздер. Парақшам өте пайдалы. Тіркеліп алыңыздар. Ас болсын.